Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз айтқан екен: "Әл-кайюсу мән дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут." Бұл хадис Тирмизиде келген, Рияду Солихинде келген, бұл хадисті жаттағанбыз жігіттер. Әл-кайюс деп нені айтады? Сахибул ақылды айтады. Ақылды адам деген сөз. Мән дана нафсаху, ал өзінің шахватыны жеңіп шығып, өзінің мындай айтқанда контролдап, ва амила лима ба'дал маут, өлгөндөн кийинки дагы жашоо бар да, биз хаятул барзахияда дагы жашайбыз, өлгөндөн кийинки жашоосуна бул не кылат дейт? Соопторду топтойт дейт. Акылдуу адам. Ал эми вал ахмак хадисте эмне деп келет? Вал ажиз деп келет, Ал эми алсыз адамчы? Алсыз адам мен атба нафсаху хаваха, өзінің нафси қалауларын ерчейді. Бұл жерде ахмақ деп келіптір, бұл руаятта. Бірақ башқа бір руаятта не деп келеді? Ажиз, алсыз адам. Ахмақ деген еле сөз. Ахмақ адам не қылады десе, бұл өзінің нафси қалаусын ерчейді дейді. Мұндайша айтқанда, күнөөлөрдүн түрү менен кылат. Ал кылбаган күнөөнүн түрү калбайт. Күнөөнүн түрү менен кылаттан, андан кийин не деп коет? Ва таманна Аллах. Алла Тааланан үмүт кылат да, Фирдауска кирүүсүн. Өзү күнөөнүн бери чыкпайт, бирок Алла Тааланан үмүт кылат. Кандай үмүт кылат? Я Аллахым мени бешке киргиз деп. Карасаңар, бул жерде эмне деп айтып атат? Пайгамбарыбыз андай адамды эмне деп айтат? Ахмак деп айтып атат. Башка бир аятта ал-ажиз деп айтып атат, алсыз адам деп атат.